Егер де мысалы Ақтөбе ертең қадалса ұтылса, Қайрат бәрі ұтылса, онда ертең кімді сынайды? Әрине Марат Омаров пен Давид Лорияны сынайды. Өкінішке орай, қазіргі қазақстандық клубтарымызды алсақ, бірде-бір команда Еурокубокқа дайын емес. 10 шілде. 2 аптаның ішінде жаңадан келген мысалға 3-4 легионер сіңісіп жақсы ойын көрсеткеніне мен сенбеймін. Әрине Ақтөбенің проблемалары көп. Қазақстан футбол федерациясы Ақтөбеге көмектесіп, Ыдырыс Умаевтың дисквалификациясын қысқартса, егер 3 рет қатар ұтылса, онда автоматты түрде келісімшарт жойылады. Жоқ, енді Қайрат Боранбаев қаласа. Ертең Қайрат егер топты кезеңге шықса, екінші құраммен алаңға шыға ма деген Сайын Қымжанов осындай сұрақ қойды. Спортбол, маңызды жаңалықтар, бүгін талқылайды біздің қонақтар. Ассалаумағалейкум құрметті достар, Спортпульс YouTube арнасында кезекті шығарылым. Бүгін біз Қазақстан футболы жайлы сөйлесеміз. Өткені жақында ғана Чемпиондар лигасы, Еуропа және конференция лигасын жеребе тарту рәсімі болды және қазақстандық командалар өзінің қарсыластарын анықтады. Мен Эльдар Аманбаев және бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы еліміздегі белгілі спорт журналисі, комментатор, менің досым Ербол Қайыровты шақырғанды жөн көрдік. Ербол, студияға қош келдің. Қош көрдік. Енді бірінші сұрақ, осы Еврокубокқа қатысатын Алматылық Қайрат, Ақтөбе, Ордабасы, Астананың қарсыластарын көрдің ғой. Сен үшін ең қиын қарсылас және ең жеңіл қарсылас кімге түсті? Ешкімге де құпия емес, бірақ та Ақтөбенің қарсыласы ең мықты деп саналады. Себебі, мысалы, біз Легияға қарсы бірінші рет ойнадық, Ақтөбенің өзі де ойнады, қателеспесем. 2 жыл бұрын Ордабасыда ойнады, бірақ та Ордабасы екінші матчта қанша шабуыл жасағанмен бәрібір өте алмады. Және де, мысалы, Шымкентте өткен матчта мен де болдым, бірақ та төрешілер сәл қателесіп Польша командасына көмектесті. Және де, әрине, Ақтөбенің мүмкіндіктері кішкентай деп саналады, бірақ та меніңше әрине соңына дейін таласу тиіс, басқа амал жоқ. Ермұхамед Нұрен айтқанда, ойнау керек. Әрине, егер де жазғы трансферлік терезе кезінде бірнеше футболшы қосылса, Қазақстан ұлттық құрама командасының ойыншылары қосылса, мысалы Жуков сияқты, немесе шабуылшы қосылса, онда әрине мүмкіндіктер пайда болады. Бірақ та былай қарағанда әрине Легия өте мықты ұжым. Артур Енжейчик жаңа келісім шартқа қол қойды. Польша құрама командасының бұрынғы футболшысы, өте тәжірибелі ойыншысы, және бірнеше жұлдызды ойыншылары бар. Кезінде бәрі де әлем және Еуропа чемпионаттарына ойнаған ойыншылар, сондықтан да Ақтөбеге өте қиын болады. Және фанаттарды салыстыруға болады. Себебі Легияның фанаттары да өте жоғары деңгейде қолдау көрсетеді, Ақтөбенің де фанаттары. Бірақ та саны жағынан әрине Легия фанаттары басым. Бірақ та Қобыланды Батыр стадионында мүлдем басқаша ойын болады. Сондықтан да аққызылдарда шанс бар, мүмкіндіктер бар, өте деген сенімдемін. Ал Қайраттың қарсыласы жайында не айтайын? Қазір біз ол Ербол әрбір қарсыласқа кеңінен тоқталамыз. Ең жеңіл қарсылас сенің ойынша Астанада ма? Себебі Молдова чемпионатының деңгейін біз білеміз. Әрине Петрокуб өткен жылы Ордабасынан басым түсті. Көбісі матчтардың алдында Ордабасыда үлкен бір мүмкіндік бар, бірақ та Андрей Мартин шәкірттері керемет ойнады. Бірақ былай қарағанда Зимбру және Петрокубты салыстырғанда әрине Петрокубтың деңгейі бөлек. Олар конференция лигасына бірнеше ұпай алып, бірнеше рет тең түсіп, осылайша жақсы ойнады. Және де Зимбру ол Еурокубокта ешқашан жақсы ойнамаған команда. Мысалы, 2010-2011-де қателеспесем, Оқжетпеске қарсы ойнады. Тіпті көкшетаулықтар сырт алаңда жеңіске жетті. Бірақ та келесі матчта Көкшетауда керісінше Зимбру жеңіске жетті. Бірақ танымал футболшылары өте аз, көбісі кішкентай бір жалақыға ойнады, 500-700 евро. Сондықтан да Астананың үлкен бір мүмкіндіктері бар. Дегенмен демеушілері, мысалы спорт қоры уақытында өкінішке орай жалақыларын, сыйақыларын бермейді. Сондықтан да настрой жағынан Астана футболшыларында үлкен бір проблема. Психологиялық тұрғыдан қиын болуы мүмкін дейсің ғой. Болуы мүмкін. Енді жалпы осы 4 команданың ішіне қазір трансферлік терезе жақындайды. Осы 4 команданың барлығы да көптеген ойыншы алуы мүмкін. Қайрат жаңағы бразилиялық шабуылшыны таныстырды.
тағы да Артур Шушиначев, басқа да ойыншылар келеді деген бір сыбыс тарауда. Сенің ойынша, Ербол, осы 4 команданың қайсысы дәп қазір Еврокубокқа дайын? Еврокубок жорыққа дайын. Өйткені енді Ақтөбеге қарасақ трансферлер керек, міндетті түрде, өйткені орталық алаңда жас қазақстандық ойыншылар, тәжірибесі аз ойыншылар ойнап жатыр. Қайраттың шабуыл шебінде жаңағы проблемалары бар. Ордабасының легионерлері Қазақстан премьер-лигасында дұрыс ала-құла өнер көрсетіп, біресе күшті, біресе жаман. Сенің ойынша, қазіргі құрамды есептегенде осы 4 клубтың қайсысы ең бір поздний стадия дейді ғой, соған жетеді? Өкінішке орай, қазіргі қазақстандық клубтарымызды алсақ, бірде-бір команда Еврокубокқа дайын емес. Себебі, мысалы, сәуір және мамыр айларын алсақ, Қайрат мүмкін дайын болушы еді. Бірақ та кейін бірнеше рет ұтылып, бірнеше рет тең түсіп, соңғы кездері нашар ойнап жатыр, өкінішке орай. Мысалы, Жетісу командасын мықты деп айтуға ұялам, бірақ та былай қарағанда Қайрат бірнеше рет шабуылдап, 3 ұпай ала алмады. Денис Кавлинов мықты ойнады, бірақ былай қарағанда Кавлиновты да мықты қақпашы деп айта алмаймын, түрі мүмкін солай шарқырап тұрған шығар, бірақ та бірнеше рет қателік жіберді өзі. Ордабасы ше, бірнеше тур бұрын олар мықты ойнады. Андрей Мартин шәкірттері бірнеше рет жеңіске жетті, бірақ та кейін қайтадан проблемаларға тап болды. Кейбір футболшылар кетеді дейді, Дмитрий Челядник кетеді, мүмкін Вячеслав Шверевті кету әбден мүмкін, себебі негізі құрамда оны жиі көрмейміз. Бірақ та кейбір футболшыларды Ордабасы қосу әбден мүмкін. Алдағы уақытта бірнеше трансфер болады деген сыбыс болды. Мысалы, Украинадан жақсы бір жартылай қорғаушы Кривбас командасынан ауысады, Кейбір африкалық футболшыларды алып тастау керек. Себебі, мысалы, Ордабасы, Қызылжарда африкалық футболшылар өте көп. Бірақ та олардың деңгейі қазақстандық футболшыларға жетпейді ау. Сондықтан да оларды сапа жағынан бағалау керек, көру керек, ойнатқызу керек. Сондықтан да Ордабасы дайын емес, өкінішке орай. Бірақ та Андрей Мартин өткен жылы ғана Петрокубта бас бапкер болғанда жақсы бір өнер көрсетті оның командасы. Сондықтан да осы тәжірибені пайдаланып, мүмкін бір-екі стадиядан өту әбден мүмкін. Астана соңғы кездері жақсы ойнап жатыр, бірақ та Зимрудан кейін басқа қарсыластары болады, мықты қарсыластары болады, сондықтан да оларға да өте ауыр болады. Ақтөбені жаңа айттым, қарсыластар өте мықты. Егер де Ақтөбеден өтпесе, онда Чехияның Спарта командасымен ойнайды, ол да өте ауыр қарсылас. Енді әрбір жұпқа кеңінен тоқталып кетсек, Қайрат Словения чемпионы Олимпия командасына қарсы ойнайды. Өте бір жақсы тегеурінді команда, өйткені Словения чемпионатына былай қарасан, өте аз команда ойнайды ғой жерде. 10 команда ойнайды Словения чемпионатында. Бірақ жыл сайын жаңа чемпион пайда болады. Бірақ жыл сайын жаңа чемпионда конкуренция бар ол жақта. Ол жерде көбінесе сол Хорватия, Сербия, Черногория, Босния-Герцеговина деген жерлерден словениялықтарында ойнайды ғой. Бірақ көптеген Словенияның мықты ойыншылары шет елде ойнайды. Сенің ойынша Қайрат Боранбаевтың командасы бұл қарсыласқа төтеп бере ала ма? Өйткені Қайраттың амбициясы біз білеміз. Жыл сайын күшеюде, жоғарылауда, және Қайрат Боранбаевтың арманы Чемпиондар лигасының топтық кезеңінде ойнау. Биыл ол арман сенің орынша орындалады ма, және біз Олимпияны сескенуіміз керек пе, әлде былай тысқақпай өтіп кетуіміз керек пе? Былай қарағанда Словения чемпионаты өте мықты Қазақстанмен салыстырғанда. Мысалы, кезінде Рамазан Оразов 2 жыл бұрын Копер сапында өнер көрсетті, ортан қол команда. Мариборды да білеміз, бірінші рет ойнадық, Астанаға қарсы шықты. Целле бар, Ресейге жақын команда, Иван Маевский сияқты футболшылары. Копер деген команда есінде ме? Бізбен ойнаған, есімде. Сосын Маевский өзі бапкерлік штабта да қазір өнер көрсетіп жұмыс істеп жатыр. Олимпияны да білеміз, негізі Олимпия Рамазан Оразов шақырды 1-2 жыл бұрын. Ол кезде ол Коперден кетіп Қазақстанға ауысу тиіс еді. Сөйтіп Олимпия шықты. Былай қарағанда Қайрат
деңгейі басымырақ Олимпияға қарағанда, себебі олар бірнеше жыл бойы Еурокубокта өнер көрсетті. Ұлттық құрамада ойнайтын футболшылар өте көп. Зария бар, Офри Арат сияқты футболшылар бар. Біресе шақырту алады, біресе шақырту алмайды. Глейзер бар, өте мықты футболшы. Қақпашылары да мықты. Темірлан Анарбеков жас болса да бәрібір өте мықты деп саналады. Александр Заруцкий ұлттық құрама командасының қақпашысы, бірақ та ең әлсіз жері ол әрине бапкерлік штаб. Себебі Рафаэль Оразбахиннің өкінішке орай қатты бір үлкен тәжірибесі жоқ бапкер ретінде. Сондықтан да мүмкін әртүрлі сыбыстар пайда болады. Біресе Леонид Слуцкийді, біресе басқа Ресейдің бапкерлерін алып келу әбден мүмкін. Бірақ та чемпиондар лигасының алдында осындай тәуекелге бармайды. Және де 3 рет ұтылып, әрине Рафаэль Оразбахиннің келісімшарттың өзінде осындай бір пункт бар деген сыбыс тарап кетті. Бірақ та ол жағын қандай пункт? 3 рет қатар ұтылса, онда автоматты түрде келісімшарт жойылады. Жоқ, енді Қайрат Боранбаев қаласа, әрине қаласа. Және де бәрі де Қайрат Боранбаевтың көңіл күйіне байланысты. Егер осындай шешімге келсе, әрине онда тәуекелге барады. Себебі жаңа бапкерлік штаб келеді, ертең Олимпиядан ұтылса, бізге уақыт керек, адаптациядан өтіп кеткейдік деп осындай атмосфералар пайда болады, сылтау таба болады. Сондықтан да Рафаэль Оразбахин қалады. Егер де Олимпиядан өтпесе, әртүрлі варианттар пайда болу әбден мүмкін. Қайраттың структурасында қазақстандық бапкерлері өте көп. Куцов болсын, мысалы, басқа Коструп сияқты Гавриленколар, мысалы, келсе ешкім таң қалмайды. Кекер бар, сол баяғы, мәңгі. Жалпы Қайрат Нұрдәулетовтан басқа қазір қазақстандық бапкерлерден қайсысы Қайратты жаттықтыруға дайын сен ойынша? Дәп қазір осы моментте Владимир Чебурин. Себебі бірнеше жыл бойы Еурокубокта өнер көрсетіп, топтық кезеңінде өнер көрсетті. Топтық кезеңінде де ойнады конференция лигасында. Сосын плей-офф кезеңіне 2 рет шықты. Тәжірибесі мол. Және де ортан қол футболшылармен жақсы бір өнер көрсетуде. Және де чемпионаттар әлсіздеу бізге қарағанда. Бірақ та интенсивті чемпионатта өнер көрсетпесе де, бәрібір Еурокубокта жақсы ойнап жатыр. Сондықтан да осы Владимир Чебуринді Астана, Қайрат сияқты командалар алса, меніңше ертең жақсы бір деңгейде өнер көрсетеді. Тіпті ұлттық құрамаға келсе де. Жеке оны танимын, жақсы бір бапкер деп айтуға болады, жақсы адам, өте сондай сыпайы, жақсы араласады, көбінесе сұхбат беріп тұрады. Сондықтан да осы бапкерді Қазақстанға қайтадан алып келу тиіс. Қайрат командасы бірінші ойынын Люблянада өткізеді 8 шілде күні, одан кейін бір аптадан кейін біз Алматыда қабылдаймыз. Енді Олимпия командасының былтырғы нәтижелерін қарасақ, 36 ойында, 10 команда ғой, бірақ 36 ойын екен чемпионатында. Демек 4 реттен ойнайды ғой әрбір қарсыласпен. 20 гол жіберген. Бұл дегеніміз Олимпияның қорғанысы мықты. Және мен бір байқағаным, қазақстандық клубтардың барлық қарсыластардың бапкерлері легионерлер екен. Басқа елден, то есть мысалға енді Словениядан болса, команданы Словения емес, басқа бапкер жаттықтырады екен. Енді ол бапкерлердің ішінде бір бізге таныстары да бар, оны қазір айтатын боламыз. Енді Қайрат алғы шебін күшейтпесе, мұндай қорғанысқа жатып алған Люблянадық команданың өте қиын. Бірақ егер өтсе, ар жағында Финляндияның Купс командасы, немеске бізге таныс Молдованың Милсами командасы. Демек жеребе қарап отырсам, бір соншама қиын емес. Демек Қайратқа қазір осы бір ойында, екінші ойында ұтса, Лига конференцияның топтық кезеңі шығып тұр. Өткен чемпиондар лигасының 3-ші кезеңі шықпай қалса, Европа лигасына ұтылса, онда бірден жаңағы конференция лигасының топтық кезеңі жолдама алады. Биыл Қайраттың негізі, Қайрат ойнады ғой енді топтық кезеңде бір рет. Бірақ енді осындай инфраструктурасы бар, осындай енді ең бір бай командалардың бірі ғой, академиясы бар, жақсы ойыншылар бар командаға, бір жақсы мүмкіндік. Бірақ енді Олимпияны қарасақ, Олимпиян құрамында 18 легионер бар екен. Және мен айтқан Балқан түбегінің футболшыларының бөлек Бразилия, Аргентина, Испания, Португалия алғы шепте. Осындай футболшыларда артқы шепте андай Балкандар. Бір андай химия тауып алған ғой. Білмеймін. Енді бұл жерде мен сенімен толығымен келесем, Оразбақтың біліктілігіне байланысты негізі. Егер Қайрат командасы бұл бірінші чемпиондар лигасының бірінші айналымынан шықпаса, онда Оразбақтың да ауыстыру керек меніңше. Және де Слуцкий келсе, енді жақсы білеміз ғой, бұл жаңағы Нидерланд чемпионатында жаттықтырды, чемпионшипта болды, халмен Қытайда соңғы жұмысы болды. Бірақ келе ме, келмей ме,
Қайраттың басшылығы осы ақпаратты растамады. Кержаковтың кейсі бар ғой, Кержаков айтатын шығар, Леонид Викторович бармаңыз ол жаққа, ол жерде лақтырып кетуі мүмкін кез келген жерде. Ол клубтары жевалканың өзінде боқтайды деп. Иә. Сондықтан осындай жағдай болмаса, енді Қайрат негізі келесі айналымға әбден шығуы мүмкін. Бірақ егер Қайрат Олимпиядан Алла енді оны бермесін, ұтылып қалса, және конференция лигасына бірден түсіп кетеді екен. Жоқ, Европа конференция лигасын түсем екен. Конференция лигасын түсіп. Егер бір стадиядан өтсе, онда Европа лигасына көшеді. Румынияның ФКСБ және Андорралық Интер командаға қарсы ойнайды екен. Понятно ғой, енді Румынияның командасына қарсы шығады. Жоқ, қайсы ұтылғанына. Қайсы ұтылғанына. Бұл жерде Андорралықтар ұтылатын шығар. Сонда Қайрат келесі айналымда Европа конференция лигасына Андорралық клубқа қарсы ойнайды. Бұл жерде енді жарайды, түсінікті. Андорралық клубты өтуіміз керек. Ербол, сенің ойынша Қайрат қандай факторлардың әсерінен келесі айналымға өте алмауы мүмкін, бапкерлік құрамнан басқа? Әрине, шабуылда қатты бір таңдау жоқ. Себебі Жоу Паул және де Элдер Сантана жарақат алды. Олардың орындарына Дастан Сатпаев шығып жатыр, жақсы өнер көрсетіп жатыр, бірақ та Дастан Сатпаевтың тәжірибесі жоқ. Және де әрине Олимпияның бапкерлік штабы оның ойынын көріп, оған қарсы 1-2 қорғаушы қояды міндетті түрде, сондықтан да өте ауыр болады. Себебі мысалы біз Сатпаевтың ойынын ұлттық құраманың деңгейінде көрдік. Жақсы ойнады, бірақ та гол соға алмады, және де жақсы бір мүмкіндіктері пайда болса, онда гол соғу әбден мүмкін. Бірақ та былай қарағанда әзірше Қазақстан чемпионатында бірнеше гол соғып, халықаралық деңгейде сұқпай жатыр, өкінішке орай. Сондықтан да басқа шабуылшылар керек. Бразилиялық шабуылшы келді. Эванилсон және де Рикардиньо. Бірақ та олардың деңгейін білмеймін. Былай статистикаға қарасақ, бірінші бразилиялық футболшының статистикасы жақсы. Көп соқпаса да бәрібір мықты шабуылшы деп айтуға болады. Өзі қателеспесем Словения чемпионатында өнер көрсетті. Сондықтан да осы команданың деңгейін біледі. Және де Цейленің бапкерлік штабы да бағасын берді, жақсы шабуылшы деп айтты. Сондықтан да егер де адаптациядан тез өтсе, және де оның қазіргі формасын біз білмейміз ғой. Ол қайда болды, қанша демалды, кіммен жаттығу өткізді. Сондықтан да егер тез арада 2-3 аптаның ішінде 1-2 рет алаңға шығып Қазақстан чемпионатында, бірақ та ол бізде трансферлік терезе 24 ғана ашылады. Оған дейін жаттығу өткізеді, кейін чемпионатта шықса, адаптациядан тез өтсе, онда әрине заменаға шығып көмектесу әбден мүмкін. Бірақ та уақыт өте тығыз, қиын болады. Сондықтан арасы. Дастан Сатпаев әрине негіз құрамына шығады, кейін бразилиялық футболшылар қосылады. Бірақ та өте қиын болады. Қайрат Олимпия жұбына сенің болжамың? Кім келесі кезеңге? Мен әрқашанда оптимист боламын. Кез келген сәтте де қазақстандық клубтарға сенім білдіремін. Сондықтан да Қайрат өтеді деген пікір менікі. Құрметті достар, біздің жобамыздың бас демеушісі Париматч. Біздің достарымыздың, серіктесіміздің телеграм каналына кіріп, сіздер 100 сыйлықтың біреуін ұтып алуыңызға болады. Міндетті түрде комментарийға кіріп, телеграм арнаға тіркеліп, 100 сыйлықтың біреуін ұтып алуыңызға мүмкіндік. Бұл жерде бас сыйлық Sony PlayStation приставкасы. Сондықтан біздің достарымызға өтіп, бізді де қолдап кетіңіздер. Енді келесі жұп, бұл жерде өзінің елінің кубоктарын ұтып алған Ақтөбе командасы және Легия командасы. Және сен подкасттың басында айтып кеттің, Легия командасын енді Ақтөбеге бір құсас, болельщиктер жағынан, жаңағы футболға деген махаббаты жағынан. Бірақ Легия былтыр конференция лигасын топтық кезеңде ойнады, 7-ші орын алды. Ширек финалға дейін барды, және ширек финалда осы конференция лигасын ұтып алған Челсиге ғана 2 ойын қорытындысы бойынша есе жіберді. Демек, қазір Легияның құрамын қарасақ, соншама бір көп ауысқан жоқ, 1-2 ғана ойыншы кетті. Легияны біз танимыз, ойнадық бұрын. Ақтөбеде барлығы мүмкіндік жоқ деп жатыр. Сен бұған не дейсің? Мүлде мүмкіндік жоқ деп айтуға болмайды. Себебі қазір чемпионат аяқталды ғой оларда. Керісінше Ақтөбе бабында болады. Егер де
Қазақстан премьер-лигасында жақсы бір өнер көрсетсе, ұпай алса, онда жақсы көңіл күймен конференция Еуропа лигасында ойнайды. Әрине бәрі де трансферлік терезеге байланысты. Егер жақын арада жақсы бір мықты футболшылар келсе, онда осы футболшылар әрине аққызылдарға көмектеседі. Бірақ та әртүрлі факторларға қарау керек. Олар бабында ма, демалыс болды ма? Олар келіп қосылады, Иә. Трансферлік терезеде. Иә. Ойынға 2 апта қалды, өйткені 10 шілде ойнайды. Егер Қайрат 8 шілде ойнаса, біздің ордабасылар, ақтөбелер 10 шілде ойнайды. 2 аптаның ішінде жаңадан келген мысалға 3-4 легионер сіңісіп жақсы ойын көрсеткеніне мен сенбеймін. Өйткені ол легионерлер, олар да ойнамаған ғой. Сезон бітті, біздің клубтар қазір ешкім сатып ала алмайды. Біздің клубтар тек қана свободный агенттерді алады да, ол свободный агенттердің чемпионаты жақын арада бітті, олар демалып келеді және 2 аптаның ішінде Ақтөбеге келіп сіңісіп, керемет ойын көрсетеді деп мен сенбеймін. Мысалға Қайрат пен Астанаға неге мен сеніп тұрмын? Өйткені олардың костяктары бар. 1-2 ғана ойыншы қосуға болады. Ал Ордабасы және Ақтөбе командаларына 1 емес 5-6 ойыншы қосу керек. Осыған орай менің пікірім, әрине Ақтөбенің проблемалары көп. Қазақстан футбол федерациясы Ақтөбеге көмектесіп, Ыдырыс Умаевтың дисквалификациясын қысқартса, онда ол әрине Қазақстан премьер-лигасында 1-2 матчқа шығып, кейін Легия қарсы ойнайды. Себебі оның стористерін қараса, қазір бабында сияқты жаттығу жұмыстарын өткізіп жатыр. Жарақатынан айықты. Бірақ та 5 матчқа дисквалификация алды. Алдағы уақытта 2 матч өтеді. Кейін оның дисквалификациясын жою керек, себебі условно істеу керек қой негізі, иә? Иә, әрине, егер де мысалы Ақтөбе ертең Қадал ұтылса, Қайрат бәрі ұтылса, онда ертең кімді сынайды? Әрине Марат Омаров пен Давид Лорияны сынайды. Қазақстан футболының деңгейі мүлдем құлдырап кетті, төмендеп кетті. Құрама 2 жеңілді. Кетсе бірінші раундта, онда хейттің көкесі сонда болады. Сондықтан да біздің клубтарымызға көмек көрсету керек. Себебі мысалы Ыдырыс Умаевты мен жақсы танимын, араласам, оны да түсінемін. Ата-анасына тиіскен футболшы әрине жазасын алу тиіс. Сондықтан да бір матч жеткілікті негізі былай қарағанда. Екеу. Жарайды, екі болсын, бірақ та 5 матч. Қалған үшеу условно болса, иә. Бәрі де төбелесті, бәрі де конфликтқа ұшырады, бәрі де өздерінің мінездерін көрсетті. Рукоприкладствоға дейін барған жоқ қой енді. Төбелескен жоқ кәдімгі. Сөзбен келіп қалды. Төбелескісі келген енді Ыдырыс андай эмоцияда бір төбелесе қоймайды, төбелесуге де мүмкіндік бермейді ғой. Мысалы Громыканың жесін көрсек. Иә, оған түк төбелестелінген. Иә. Міне осындай жес. Ол дәлелдеу керек қой соны. Неге олай көрсетті деген секілді ғой. Бірақ енді ертең Громыка айтады, мен жай ғана бүйтіп федерацияға оны емес деген, судьяларға емес деген секілді ақтай салады ғой. Легион құрамында және сен айтып кеттің, Эджейчик бар, Кухарчик бар, Пекхарт бар. Кезінде бұл жігіттер енді чемпионат Европада, Европа чемпионатында да өнер көрсеткен. Жалпы Легионың құрамына қарасақ өте мықты. Мен мысалға қаншама қазақтың футболының жанашыры, жанкүйері болсам да, мен сен оптимист болсаң, мен реалист болайын. Ақтөбе Легионы өте алмайды. Ақтөбе мынандай ойынмен, мынандай құраммен 3-4 мықты жаңағы европалық деңгейде жақсы ойнайтын ортаңғы футболшыларды алып келсе де, қазір Ақтөбе мына Легионы өте алмайды. Сондықтан Ақтөбенің келесі қарсыласына қарау керек сияқты. Әрине, ұтса екен дейміз. Әрине, Легионын қайтарса дейміз. Несін алады да. Жеңілсін. Қорықпайсың ба ертең осы видеоны алып шығарып ТКБ салса, мен өз ойым. Мен жоқ. Сынайды ғой. Сену керек қой енді. Мен Ербол, мен андай емес. Ақтөбе болельщиктер маған сын айтады, қайта айтады деген секілді қатардан емеспін. Ақты ақ деймін, қараны қара деймін. Легионы мойындау керек. Өйткені четверть финалда ойнаған. Ақтөбе қандай мынандай проблемалармен, мынандай оймен 10 адамды Қызылжарды ұта алмайтын команда Легион ұта алады деп ойлайсың ба? Мен түсінемін, футбол керемет. Жаңағы Умаев, Жанжайра, кім бар бізде, Өміртаев өзінің максималды тұрғыдан футболын көрсетсе, Европа бұл бөлек, Еврокубок бұл бөлек. Бұл біздің қазақстандық кубок емес. Бұл Еврокубок, бұл Легия, бұл жаңағы Андорра деген командасы секілді болса, мен айтшым, мүмкіндік бар. Бірақ мына жерге қарасақ, мен Ақтөбенің келесі қарсыласына. Бірақ Легияның деңгейінде 2 жыл бұрын көрдік қой, Ордабасы қаншама шабуылдады, 2 гол соқты өткенде мысалы. Бәрі де үйдегі матчқа байланысты ғой енді. Егер де үйде жақсы бір қолдау болса, соған күмәнім жоқ.
әрине мүмкіндік пайда болады. Өткенде мысалы Төрештің көмегімен ғана жеңіп түсті. кетіп қалды, Өткенде, иә, мен сол матчта болдым. 10 шілдегі Варшавадағы матчқа бәрі байланысты ғой. Егер ол жерде бір жақсы бір результат болса, тең есеп немесе бір минималды жеңіліс, немесе жеңіс, онда сол және бір ғана өтінішім бар Ақтөбе облысының әкіміне Асхат Шахаров мырзаға, чартер болсын. Себебі мысалы көбінесе Польшаға рейспен жиі барып тұрады. Стамбул арқылы барасыз ғой. Стамбул арқылы барады. Мысалы өткенде Ордабасыда барды, өткенде басқа да командалар бар. Біз былай қарағанда біз Польшаға жиі барамыз ғой. Енді өткенде кім Раковқа барды, кім Астана, әртүрлі проблемалар. Сондықтан да әртүрлі жақсы бір жағдай жасау керек. Егер де шеберлік жағынан біз ұтылып жатсақ та, бәрібір организация жағынан басым түсейік. Футболда ұсақ тек деген жоқ. Сондықтан да барлық проблемаларды шешіп тастап, Левчукқа сенім артып, футболшыларды командаға алып келіп, жақсы бір деңгейдегі барлық жағынан проблемаларды шешіп тастап, шығуға болады алаңға. Сен және Оразбақтың туралы айттың, Қайраттың ең бір әлсіз тұсы осы бапкерлік құрам. Ақтөбенің әлсіз тұсы қатты бір сенім жоқ оған, өкінішке орай, себебі ол Игорь Леоновтың адамы. Леоновты білеміз, Доронченконы білеміз, бәрі дос, бүкіл трансферлік сұрақтарды шешуге тырысады, өздері шешеді, сөйтіп әртүрлі телеграм-каналдарға әртүрлі ақпарат беріп тұрып, мынау мықты, кеше бір Андрей Владты қатты бір мақтады, бірақ та білмеймін, қазақстандық қақпашылар бар, Сисенді алып келіндер, Игорь Шацкий болды, Стас Покатилов бар. Андрей Владтың қай жері артық біздің қақпаштарға қарағанда? Әрине. Ең жаңағы Ақтөбенің ең мықты ойыншылардың бірі осы бірінші айналымда мен үшін Андрей Влад. Өйткені ол өзі жалғыз қанша бір 6 ма 7 ма ұпай әкеп берді. Оның сейфтары. Сисеннің деңгейінде жоқ, енді Сисеннің астына бермейді ғой Сисені. Басқа қақпашыларды қарасақ деймін. Покатилов, бірақ Заруцкийді алып келді, Заруцкий дамықты мысалы. Қайрат өткенде ұпай алып келді ғой. Қайрат оны жібермейді ғой. Жоқ, менің пікірім сондай, Қазақстанда жақсы бір қақпашылар жеткілікті, және де бір легионерлік позицияны алаңға жұмсау керек. Жоқ, жалпы мен осы сенің айтқанымен қосылам, бірақ Владтың персональный хейтіне мысалға қосылмаймын да, бірақ қазақстандық әрбір клубтың қақпашысы қазақстандық, қазақ немесе біз сол басқа да ұлттың. Астананы көріңіз, Чондрич қосал құрамда отыр, Сисен негіз құрамда шығып отыр, Стас Покатилов қалай Әзербайжанда Заруцкий, Бекхан Шайзада. Өткенде Челядник келді, Молдова ұлттық құрама командасының қақпашысы 1-2 матчқа шығып шайды, кейін ол негізі білесің бе, қай матчтан кейін алып тастады? Молдова құрамасы Норвегияға қарсы ойнады ғой. 6-0 Норвегия құрамасы тасалған өтті да, Мудрак екеуі бірден Мартин шешімі бойынша қосалқы құрамаға кетті. Психологиялық тұрғыдан оларға қиын болды дейді да. Бекхан Шайзада осыны жақсы пайдаланып алды да, міне, қақпашы. Табылдағы мысалға Устименко, мысалға немен негізі қуанам, біздің топ клубтардың қақпасында қазақстандықтар тұратынына мен мысалы қуанам. Бұл месседж. Демек, бұл әрбір клубта сондай болса, Ақтөбеде де солай болса, бұл өте жақсы. Сондықтан мен анау Саян Хамижанов мырзаны түсінбеймін. Кезінде Давид Лорияны алып тастап, Седельниковты алып келді, кейін Непогодовты алып келді. Ненад Эрич 5 матчқа қатысып, кейін Станимир Стойлов кеткеннен кейін паспортты жойып тастап, кейін Астанадан кетіп қалып, Сербияға кетті. Өткенде Мирмұхамед Мәулен осы мәселені көтерді ғой. Бізде қақпашылар, жақсы бір қақпашылар саны жеткілікті, бірақ та не үшін біз шетелден қақпашыларды алып келеміз? Соны мен түсінбеймін. Енді жаңағы Легиядан ұтса, біз Ақтөбе командасы келесі айналымда чехиялық Бань командасын ойнайды екен. Ал егер ұтылса, онда конференция лигасына түсіп, чехиялық Спарта командасымен ойнайды. Бұл жерде екі Чехия команда күтіп. Бәрі Чехия барады, бірақ Баникке барса екен, өйткені Спартаның енді историясында тарихын білеміз ғой, әлеуетін. Сондықтан енді қанша реалист болсақ та, негізі бастысы біз қазақстандық футболдың дамуына біріншіден қалаймыз ғой. Сол себепті Ақтөбе бірдеңке қылып осы Легияны ұтып кетсе, шығып кетсе, ары қарай біз қуанамыз. Келесі жұп бізде Шымкенттік Ордабасы және де оның қарсыласы грузиялық Торпедо. Барлық жаңағы эксперттер, фанаттар ойбай біздің клубқа бір
қалай айтады, бір әлсіздеу команда түсті дейді, бірақ мен сол грузиялық Мамаду командасын Сако кеше ғана қарадым. торпедо сапында ойнады ғой. міне Мамаду Иә, Сако ақшылар бар. кезінде Пари Сан-Жермен, Ливерпульда ойнаған керемет Иә. қорғаушы, қазір 35 жаста болса да франциялық қорғаушы, бірақ ол шығып жүрген жоқ, қосалқы құрамнан шығады екен. Иә. Соломон Квирквеле деген грузиялық тәжірибелі орталық қорғаушы бар. Иә. Одан бөлек тағы бір екі мықты легионерлері бар екен бұл Иә. кутайшылық командада. Ордабасыға соншама бір оңай болмайтын секілді. Ербол, сен қалай ойлайсың, бұл жұптың әлеуеті қалай, жалпы Ордабасы шыға ала ма келесі айналымға? 100% сенім жоқ, себебі торпедо мықты. Грузия чемпионатының деңгейінде білеміз, әртүрлі мықты футболшылар Қазақстанға келіп жақсы өнер көрсетеді. Грузияның инфрақұрылымы жақсы бір деңгейде, жастар құрама командасы Еуропа чемпионатында ойнап жатыр, мықты ойнап жатыр. Өткен жылы ғана ұлттық құрама Еуропа чемпионатының плей-офф кезеңіне шықты. Әрине, торпедоның ойыншылары ұлттық құрамада жоқ, бірақ та жақсы бір жүйе қалыптасқан, сондықтан да 100% Ордабасы өтеді деген сенімім жоқ. Әрине, Ордабасы әртүрлі әлсіз командаларға ұтылды, ұпай жіберіп қойды, сондықтан да торпедоның мүмкіндіктері бар, 60-та 40 менің ойымша. Бұл жұптада бірінші ойын сырт алаңда өтеді екен. Кутаиси қаласында Иә. 10 шілде, ал 17 шілдеде біз Шымкент қаласында қарымта ойында қабылдаймыз. Құрметті достар, Ордабасы және басқа да Қазақстан премьер-лигасының клубтарының нәтижелерін көргіңіз келсе, жалпы жаңалықтарды оқығыңыз келсе, біздің сайтқа Sport-Puls KZ сайтына кіріп, LiveScore батырмасын басып, бүкіл жаңағы нәтижелерді, кіммен ойнайтындарды, құрамдарды барлығыңыз көруіңізге болады. Және біздің сайтта керемет жейделердің ұтысы болып жатыр, соған қатысып кетіңіздер. Ербол, осы жұпқа сенің болжамын қандай? Меніңше 50-50 секілді. Барлығы бірінші матчқа байланысты болады ма, әлде қарымта ойында Шымкентте болады ма? Бұл ойынға барасың ба жалпы сен? Асхат Сейсенбек мырзамен сөйлесуге болады негізі. Егер ондай мүмкіндік болса, егер чартер болса, онда баруға болады негізі. Себебі осы матчтар әрине өте қызық. Меніңше 60-та 40 Ордабасының пайдасына болсын. Ордабасы фаворит, иә? Бір инсайт бар ма Ордабасы футбол клубына, бір қандай футболшылар келуі мүмкін, жалпы? Мен тек қана осы украиналық футболшыны ғана көрдім. Жиі Ордабасымен араласпаймын, бірақ та хабарласу керек негізі. Былай қарағанда әртүрлі мүмкіндіктер пайда болады, сондықтан да шетелден футболшылар келеді. Әрине, осы Ордабасы мүмкіндігінше 2-3 айналымнан өтуі тиіс. Бапкерлік штабта команданың басшылығы да осындай талап қояды, мақсат қояды. Өткенде кеше ғана реконструкция аяқталды, осындай жақсы бір алаңда, жақсы бір атмосферасы керемет. Осы стадионда бірнеше матч өткізсе екен деген мақсаттар бар, сондықтан да өтсін, ойнасын, жанкүйерлер қолдау көрсетсін. Жалпы мен Мартин мырзаға риза болдым, өйткені жаңағы Халматов, Султаниязов, Астанов, Малый, кім бар өзі, Бекхан Шайзада секілді футболшыларды ойнатып жүр, және Қазақстан ұлттық құрамасында осы Ордабасы футболшылары өте көп, сондықтан білмеймін, Мартин жаңағы өзінің бапкерлік біліктілігі арқылы осы торпедолық клубты өтіп кетеді деген сенімдемін. Тіпті мен білесің бе, пенальти болады деген бір ой бар менде. Ярма? Өйткені Ордабасы пенальти тепкіш қой, соңғы ойындарда қарасан, сондықтан меніңше Шайзадан магиясы бар. Сол Шымкенттегі ойын бір пенальтимен аяқталса, осындай нелерін көрсетеді. Қайдасындар жіктер. Ордабасы ұтылса, онда команда үшін Еврокубок сәтті маусым аяқталады. Ал егер ұтса, онда келесі айналымда Кипрлық Амония бар. Егер өтсе, онда сәтті болады. Кем дегенде бір айналымнан өтсе, Ордабасын жақсы бір табыс. Амонияны ұтылмайды деп дейсің ба? Қиын болады, бірақ та бір кезін өту керек қой Ордабасы. Сенеміз. Жоқ, барлық командаларды алсақ, задача минимум бір айналымнан өту. Астана мен Қайраттан басқа шығар енді. Қызылжар мысалы өткенде Осиектен басым түсті, өтті. Тобыл бірнеше рет солай ойнады. Кім болды тағы да? Ақтөбе арасында бір-екі айналым өтіп кетті. Осы командалар ғой негізі. Астана, Зимбру Астана енді конференция лигасының бірінші айналым емес, өйткені ол енді кезінде чемпиондар лигасының топтық кезінде, конференция лигасының топтық кезінде плей-оффында өнер көрсеткеннен баллы жоғары ғой, рейтинг жоғары. Сондықтан олар екінші айналымнан бастайды, сенің команда ретінде. Оның қарсыласы молдовалық Зимбру командасы.
Енді Зимбруды Астана көз Не жауып ойрайсың, өтуі керек. Зимбру деп. Білмеймін енді. Жақсы ғой енді Молдова чемпионатының деңгейінде білеміз ғой, бәрібір Зимбру соңына дейін таласады. Мысалы өткенде бірінші матчта Милсами да өзін көрсетті ғой Астанаға қарсы, иә. Иә. Жақсы ойнады. Мен саған айтайын, Ербол, Молдова чемпионатында 8-ақ команда ойнайды екен. Иә. Сол 4 жолдама бар екен Еврокубокқа. 50% команда Еврокубокта ойнайды. Қандай керемет, е? Соның бірі Зимбру болып тұр ғой, жаңағы. Оларда андай екен, 8 команда ма, 2 не ойнайды, круг. Сосын 6 команда, ең жоғары қалған команда плей-оффқа өтеді екен, сосын бір-бірімен ойнайды екен. Сол Зимбру плей-оффта жақсы ойнады да. Бұл жерде Хикмет Караман деген бас бапкері бар екен Зимбрудың. Егер оны алып тастамаса, осы түрік бапкері Абат Айымбетовті Мұхаммед Караманның туысы ма? Білмеймін. Абат Айымбетовті Адана Демирспор командасы жаттықтырған. Ол жерде бір көп матч емес, жарты маусымдай бойы. Бүкіл өзінің мансабын бұл түрік бапкер өзінің несінде өткізген екен. Түрік чемпионатында бірінші лиганы ұтып алған. Қазір оның бірінші командасы Зимбру, және олар сол Еврокубокқа осы Хикмет мырзаға өте бір мақсат қойып отыр. Жаңағы топтық кезеңге өту деген. Білмеймін, бірақ енді Астана мен үшін ең жаңа 3 нені талқыладық қой, жұпты. Осының ішінде Астананың деңгейі жоғары. 90-да 10 деп ойлаймын мен. Астана бұл клубты бірінші ойын бізде Кишиневте өтеді ғой. Сол ойында барлығын шешіп кетуі керек. Жаңағы Бабаян Оқжетпестен кейін айтыпты, маған 2 футболшы керек, оның біреуі орталық тіреуіш, опорник. Ол негізі трибунада отырды, по-моему, келді уже Астанаға. Ол жағын білмеймін оны. Уже алып қойды. Шетелдік, е? Иә, шетелдік. Және бір вингер деп отырмын, өйткені біреуін айтқан жоқ, бір позицияны. Бірақ енді қарасақ, Тамасов пен Камараның орнына кім шығуы мүмкін деген секілді ғой. Енді меніңше егер керек болса Грипши да ойнауы мүмкін қапталда. Қапталда ма? Иә. Өйткені ажда Амановичім бар, Ильхан бар мысалы. Ильхан бар, Астана. Бірақ та Ильхан ордабасыға ауысуы мүмкін ғой. Себебі алаңға көп шықпайды ғой. Керісінше ордабасыда ойнау әбден мүмкін. Бірақ та ол жақта мысалы Шверев қосал құрамында отыр. Ертең Ильхан ордабасы қайтып келіп ойнай ма, ойнамай ма, ол жағын Андрей Мартинен сұрау керек қой енді. Ал жаңағы Дмитрий Шамконың ертіске ауысатын деген рас па, меніңше? Негізі ертістің проблемалары көп. Соңғы кездері ұтылып жатыр, тең түсет, кім Қайрат Нұрдәулетов мырза кетіп қалды. Сондықтан да әртүрлі футболшыларға құда болып көз салып жатыр ғой енді. Арман Кеңесовті шақырып жатыр, бірақ Арман басқа командаларға ауысатын сияқты. Бірақ бірінші лига емес шығар енді. Жоқ, бірінші лига емес. Туған командасы болса да, әрине, егер амбициялар бар болса, онда премьер лигада қалу әбден мүмкін. Сондықтан да Дмитрий Шамко сияқты футболшыларды шақырып жатыр. Шамко былай қарағанда жақсы ойнап жатыр, бірақ та арасында шығады, арасында шықпайды. Туған командасы, мысалы, осы жылы маусымның 2-ші жартысын ертісте өткісе, кейін олар премьер лигада шықса, жақсы бір маусым өткісе, карьерасын аяқтау әбден мүмкін ғой. Иә, өте әдемі болады ғой. Иә, әдемі болады ғой. Жасы 36-ға келесі жыл. Сондықтан да аяқтаса, мен жеке басым таң қылмаймын. Бірақ та оның амбициялары зор, ертең Еврокубокта өнер көрсетеді, қайтадан егер топтық кезеңге шықса ше, сондықтан да жақсы бір ауыр таңдау оның алдында. Одан кейін бір жағынан туған командасы, екінші жағынан несі қалады, конкуренциясы қалады. Орына Шамконор енді маусым Еврокубоктан шықса, Ян сынып қалуы мүмкін, дисквалификация алып қалуы мүмкін, немесе бабын жоғалып кетуі мүмкін. Сол себепті меніңше Бабаян Шамконы босқа жібермейді. Жібермейді, бірақ та егер шынымен келсе, онда Талғат Қусяпов сияқты ол да сол қапталда ойнай алады. Абзал Бейсекбеков бар. Қазақстан чемпионатында сол қапталда ойнайтын футболшыларды табуға болады ғой енді. Иә. Астана Зимбру, сенің болжам? 2 рет Астана жеңіске жетеді. Мысалы, сырт алаңда 2-1 1-0 есебі тіркеледі, бірақ та Астана Арена стадионында мүлдем басқа ойын болады. 2-3 доппен олар басым түседі, айырмашылығын. Соңғы сұрақ, Ербол, жаңағы 4 клубтың барлығы екінші айналымға ала-қала шығып жатса, ала-қаласа, ішкі біріншіліктегі проблемалар бастала ма? Өйткені біз білеміз ғой, Астана жаңағы былтырлары бірінші айналымда 9-шы ма, 8-ші орында аяқтап, тек қана ұшып кеткеннен кейін жаңағы параллельно болды ғой, групповой этаппен бір матчқа барып Пафосқа қарсы ма, 2-ші құрам тіпті шығып кетті деген секілді. Бұл жақта сенің ойынша, егер біздің клубтар Еврокубоктың поздний стадиялар дейді ғой, плей-оффқа шығып жатса, кім Қазақстан премьер лигасымен екінші планға қояды? Қай команда?
Сенің ойыңша? Астана әрине, егер шынымен де сіз айтқандай соңғы кезеңдерге жолдама алса, онда 1-2 матчта олай болуы әбден мүмкін. Қазақстан құрам шығып кетуі мүмкін деп Иә, бірақ та кешегі Оқжетпеске қарсы матчты көрдік қой. Әртүрлі сыбыстар пайда болады. Ертең мысалы екінші құрамды алаңға шығарса, анау қарсыластармен сөйлесуге болады. Мысалы біз қазір жеңіске жетсек, кейін келесі маусымда 3 ұпайды қайтарамыз дегендей. Сондықтан да әртүрлі сценарийлер бар. Бірақ та Астананың екінші құрамында бар, мысалы Арман Кеңесов сияқты, Абзал Бейсебековтер, Эльхан Становтар, Чондриштер, Марат Быстров, Марочкин сияқты футболшылар, егер де өздері жеке Қазақстан премьер-лигасында ойнаса, аналар Еурокубокта негізі алаңға шықса, онда осындай ротацияны пайдалана тұрып жеңіске жетуге болады. Былай қарағанда Быстров, Марочкиндер өте мықты футболшылар. Сондықтан да условно Оқжетпеске қарсы ойнауға болады. Иә. Қайсар, Жеңіс сияқты командаларға қарсы. Қайрат шығып жатса ше. Егер топ қарсылас болса, Қайрат, Ақтөбе сияқты, онда әрине міндетті түрде негізгі құраммен ойнау тиіс. Бірақ та өткен жылы КФЛ басшыларымен сөйлескенде әр командаға тек қана 4 мүмкіндік беріледі перенос жасауға. Мысалы Астана өткен жылы 6-7 матчты кейінге көшірді ғой. Сондықтан да күнтізбемізде жойыла бастады. Психологиялық тұрғыда да мысалы Астана 9-шы орында келе жатты, себебі ойындар жағынан олар артта қалды. Ұпайлар жағынан да логикаға сай. Сондықтан да осы фактор бізге қысым көрсетті дейді. Сондықтан да әртүрлі проблемалар болды. Меніңше 4 ойын ол оптималды түрде. Себебі көбінесе олар осындайға үйреніп қалып, Астана ғана күнтізбелерін жойып тастап. Қазірден бастап маусым басында Атыраумен ойнап тастады 2 ойында, иә? Мысалы, Қайсармен де ойнады, мысалы, өткен маусымның соңында Қайрат чемпион болғанда, Қайрат Бұрынбаев пен Сайын Хамжанов екеуі текетіресті ғой. Сондықтан да ертең Қайрат егер топты кезеңге шықса, екінші құраммен алаңға шыға ма деген Сайын Хамжанов осындай сұрақ қойды. Ертең көреміз, Алла қаласа Қайрат топты кезеңге шықса, онда Қайрат Бұрынбаев мырза осы теорияны дәлелдесін, ойнауға болады деген. Сондықтан да ертең бәрін көреміз. Басы топты кезеңге шығу. Болашақтың еншісінде ғой. Иә, құрметті көрермендер, әрине біздің қазақстандық клубтарға жанкүйерміз, барлығы жаңа Еврокубоктың топтық кезеңіне жолдама алса, өйткені бізде бір маусымда тек бір-ақ клуб шыққан, ол Қайрат, немесе Астана және Шахтер. Қалған клубтар өкінішке орай 1-2 ойын өткізіп шығып өтетін. Ал биыл сондай бір тарихи маусым болсын, біздің кемінде 2 клуб осындай топтық кезеңге шықса, нұр үстіне нұр болушы еді. Сондықтан біздің клубтарға жанкүйерлік етіңіздер. Ербол саған келгеніне рахмет. Қазақ футболы дами берсін. Біздің каналға тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, қазақ клубтарының қолдап кетіңіздер.